Мен осы қаладағы елеусіздеу бір әкімшілік мекемесінде ортанқол басшы дәрежесіндегі қызметкермін. Білім дәрежем жоғары, мамандығым экономист. Бухгалтерия жағын мекеменің экономикалық жобалау тараптарынан бір кісідей білемін. Кезінде үлкен бір басқармада бастықтың экономика жөніндегі орынбасары болып біраз жыл қызмет еттім. Аумалы-төкпелі кезеңде ол мекемеде де жабылған соң басқа жұмыс іздеуге мәжбүр болдым. Қазіргі жұмысым өзіме ұнайды. Жауапкершілік жоқтың қасы. Айлық жалақым да жаман емес. Одан да басқа үйіп-бүйтіп дегендей, пәленшенің құдасы төленшенің жиені едім деп аяқ жетер жерден іздеп келушілер де жеткілікті. Бірі істі болып келсе, кейбіреу түрлі мәселелерде қол жалғау жасауды емеуріндейді. Әйтеуір тамыр танысың, жаман абыройдың арқасында жұртқа шама шарқым келгенше көмектесіп жіберемін. Мұндайда қазақ құр қалдырмайды. Алақаныма ақша басады. Жұмыс бітір деп берген қаражатын да қарпып қалам, ортаға түскеніне сияқыны және аламын. Қазағым жұмысы біткеніне мәз. Мен есебін тауып, екі асағаныма мәзбін. Сөйткен тірлік бар. Қатын 2-3 қара домалақ ұл қызы бар. Саяжайды әлдеқашан оралмандарға сатып бұлданған біз. Әттең, ертеректе арзандау кетті, мәшіне бар. Әйелім ұсқынсыздау, оған қоса бала басты, салпетектеу, өзімнен 7-8 жас кіші. Бұл менің 3-ші әйелім. Бірінші әйелімнің мінезі өте шайпау еді. Әке-шешемен, туыстарымен суықтау болды. Төркіні жақынның төсегі жиналмайтыны рас екен. Қашан көрсең үй толы кісі. Дем алып әлде қонақ шақырып, сиқың жоқ. Сөйтіп онымен 4 жыл отасқан соң бір қызбен қоя бердім. Ағалары мен жеңгелері қатынның қолына су бүрікті ме білмеймін. Айырылысуға келісім бермей біраз әлектеді. Бірақ өз жолын тапты. Оның өзі бір хикая. Ал екінші әйел мықты бір дөкейдің байдан қайтқан қыз еді. Өз көйлегімізді өзім жуып киіп, өз тамағымды да өзім пісіріп ішіп, онымен тұрған 1-2 жылдың ішінде тіпті жүнжіп кеттім. Табысым да жаман емес, бірақ ол антұрғанның төркіндеуі таусылмайтын болды. Қайнатам мен обалына не керек? Мені керемет жұмысқа орналастырып қойды. Ерте кетем, кеш келем, іс сапарым да көп. Бір күні Атыраудан 2 күн ертерек қайттым. Түн жарымында өз кілтімен пәтерімді ашып ішке кірсем, менің орнымда бір сылыңғыр қара жігіт тырдай жалаңаш халде әйелімді құшақтап ұйықтап жатыр. Қапелімде аңырайып тұрдым да тез есімді жиып ала қойдым. Бірінші қатыннан жеген опығым бар. Дыбысымды шығармай еркектің киімдерінің қалталарын жақсылап қарап, құжаттарын, ақшаларын сыпырып алдым да цифрлы фотоаппаратты қолыма алып, шамды жағып келіп жібердім. Ұйқылы ояу әбирлерін қолдарымен әрең қалқалаған әлгілерді шытырлатып суретке түсірдім. Содан соң әй-шайға қаратпай самовардан рәзрадым бар. Жалаңаш қалпында подъезге аттандырдым да әйелімді шкөлікпен мәшинеге мінгізіп әкесінің дарбазасының алдына тастап кеттім. Сотқа арызды өзім жаздым. Бұл тартпайтын фотобейнелер соттың да дөке атамның даузын аштырмады. Әлгі жігіттің де төлік жасын сотқа табыстадым. Сөйтіп айналдырған 1-2 айдың ішінде дәкең тағы да бойдақ болып шыға келді. Бірақ қайын атам бұрынғы табысты қызметінен есебін тауып тайдырды. Арада көп уақыт өтпей, оның өзінің де аяқ аспаннан келді. Парамен ұсталыпты. Менің қадірімді білмеген қызы осы қаланың және бір жігітіне күйеуге шығып еді. Үйренген әдет қала ма? Және жымысқы жүрісі әшкерленіп, алдыңғы таз кебін қайта киіпті. Қазір мейрамханалар мен кафелерді төңіректейді деп естідім. Шоқ-шоқ бәріңе де сол керек деп мен жүрмін. Шыны солай ғой, менің тіпті жазығым жоқ. Енді аузы күйген ұрып ішеді дегендей үйлену мәселесін шетке сырып қойып жүредім. Бірақ жалғыздық бір Құдайға ғана жарасыпты деп бекерге айтпайды ғой. Берекем кетіп сиқым қашты. Жасым да 30-дан өтіңкіреп бара жатыр. Солай ойланқырап жүргенде осы бір күнгі әйелімен бір тойға барғанда таныстым. Отырыңқырап қалған қыз екен. Тойдан кейін де 1-2 рет көрген соң ыңғайыма көнетінін сездім. Сөйтіп бірде оңашада отырғанда жай күйімді жайып салып, сөз салып едім. Бұлданып тас талқан болды. Мені әлі есік көрмеген қызбын деп, шырағым-ау, әй, мен оның сарымайдай сақталып тұрғанда не шаруам бар? Маған тек қатын керек, көрдік қой ондайлардың талайын. Болса болар, содан арамыз суып кетіп еді. Бір күн Сапар деген досымның келіншегі босанып шілдехана жасалды. Сол жерде әлгі менің есік көрмегенім де әке-шешесімен бірге келмесі бар ма? Танымаған кісі құсап сырт айналдым. Шынар досымның әйелі көзін қысып мені оңашалады да бұлардың өздерінің нағашы жұрт болып келетінін айтып, мен жөнінде біреулердің білгісі келіп іңкәр болып отырғанын жұқалап жеткізді. Әкесі анау деп сыртынан нұсқады. Содан той біткен соң қонақтарды апарып сала қойшы деп Сапар қиылды.
Кемпір шалды бойжеткенмен қоса мәшинеге салып, жігіттің қыз ауылына қарай тартты да кетті. Қыздың әкесі дұрыс кісі екен. Жол-жөнекей өзі туралы біраз әңгіменің басын қайырып тастады. Үйіне барған соң да есіктен құр ауыз жібермей шайға шақырды. Сармайдай сақталғаным сызылып отырып шай құйды. Ахаңнан бірер рюмка тартып алған соң, менің есім кіріп, мәшинені қалай айдап кеткен деп санамды соқтым. Ауыл кісілер аңқау бола ма әлде әкеге алдын ала ескертіп біліп қойған ба, ол жағы маған беймәлім. Отағасы қонып кет деп пісіріп айтқан соң, мен мәшинемнің жүз салғыш бөлігінен тағы бір қыл мойында келіп столдың үстіне қойдым. Басты ауыртып не керек? Сол түні болашақ қайынатаммен қол соғысып, қызына құда түстім. Қалыңсыз қыз болса да кәдесіз күйеу болмайды деп, болашақ ата-енеме 200 мың ұстаттым. Ертеңіне сармайым кәдімгідей қимай қоштасты. Келесі сенбіде екі ағам жеңгелермен келіп қызға құда түсті. Кешке таман төркінімен сыңсып қоштасқан, қалыңдықты алып қалаға қайттық. Дүрпілдетпегенмен орташалау той жасап, жаңа қайын жұртқа жақты да күтіп жібердім. Қазір міне 10 шақты жылдың жүзі болып қалды. Осы қатыным күләшпен түтініміз құдайға шүкір әзірге түзу шығып келеді. Тұғырдан түсе қоймаған күйім жоқ. Беті тегістеу төмен етектіні көрсем, әлде де лебем қозады. Бұл қасиетімді бұрын сармайдай сақталған, осы күні қақпыш балықтай қақталған қатыным жақсы біледі. Содан да шығар, үйдегі телефонның қоңырауын аңдып отырады. Ал мен болсам, ұялы сымтегімді үйдің босағасын аттар алдында желден айырып тастаймын. Әрине, ел жатар кезде әдейі қатынның қытығына тиіп, қоңырау шалатын қысыр келіншектер де біздің таныстардың ішінде баршылық.